Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым, сіздермен бірге гол арнасы. Бүгін біз футбол әлемінде болып жатқан соңғы әрі қызықты жаңалықтарды сіздермен бөлісетін боламыз. Сіздер бізді қолдау мақсатында арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Біз сіздер үшін тұрақты түрде футбол жаңалықтарын дайындап, сапалы әрі қызықты түрде жеткізетін боламыз. Ендеше назарларыңызға бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Андре Онана Манчестер Юнайтедтен кетуі мүмкін. Бразилия ұлттық құрамасы Карло Анчелоттиді шақырып жатыр. Педри өз өнерін APL-де көрсетуі ғажап емес. Осы және өзге де футбол ақпараттары бүгінгі біздің шығарылымда. Ендеше біз бастаймыз. Манчестер Юнайтед Андре Онананы сатуға дайын. Қызылсойқандар камерундық қақпашысы Андре Онанамен қоштасуға дайын. Клуб басшылығы бұл мәселені біраз уақыт бойы қарастырып, ақырында ойыншыны сатылымға қоюды шешкен. Бейресми ақпараттарға сүйенсек, Эми Онананы 25 миллион евро бағасымен сатуды жоспарлап отыр. Бұл трансферді жүзеге асыру жазғы трансфер кезінде мүмкін болмақ. Бұл трансфердің қалай жүзеге асатыны туралы толық ақпарат әлі жоқ, бірақ Андре Онананың болашақ клубы туралы пікірлер артып келеді. Онананың емеудегі болашағы белгісіз болғанымен басқа клубтар оның қызметіне қызығушылық білдіріп, қақпашыны өз қатарына қосуға талпынып отыр. Олардың қатарында Челси, Тоттенхэм және басқа да APL клубтары бар. Қазіргі уақытта емеу және басқа клубтар арасындағы келіссөздер әлі жалғасуда. Келісім шарттары мен трансфер мерзімі жақында анықталады. Бразилия Анчелоттиді бапкер қылмақ. Реалдағы болашағы бұлыңғыр Папа Карлоға жаңа бағыт. Футбол әлемінде жаңа тосын жаңалық. Бразилия ұлттық құрамасы көптен бері көз тігіп жүрген бапкер Карло Анчелоттиді өз құрамасына шақыруға бар күш-жігерін салып жатыр. Сіздер сұрауларыңыз мүмкін, неге дәл қазір деп. Себебі Папа Карло қазіргі таңда Реал Мадридпен қиын кезеңді бастан өткеріп жатыр. Ла Лигадағы екінші орын, Чемпиондар Лигасынан шығып қалуы клуб басшылығына ой салып қойған секілді. Мадридтік клуб биыл Анчелоттимен мерзімнен бұрын қоштасуы да әбден мүмкін. Осы сәтті ұтымды пайдаланғысы келген Бразилия футбол конфедерациясы бұған дейін де Анчелоттиге бірнеше рет ұсыныс жасап көрген болатын. Бірақ сол кезде Папа Карло Реалда қалуды жөн санаған еді. Алайда қазіргі жағдайда бәрі өзгеруі мүмкін. Жанкүйерлер мен сарапшылардың пікірінше Бразилия құрамасы мен Анчелотти мінсіз сәйкестік. Бразилия құрамасының неге Анчелоттиді қатты қалайтынын ашып айтсақ. Ол әлемнің әртүрлі лигасында жұмыс істеп топ жара білетін тәжірибелі маман. Жұлдызды ойыншылармен тіл табыса біледі. Бұл Бразилия құрамасы үшін өте маңызды. Оның тактикалық икемділігі мен сабырлы мінезі ұлттық құраманың тұрақтылығын арттыра алады. Дарвин Нунез Ливерпульмен қош айтыса ма? Уругвайлық шабуылшыға жаңа клуб ізделіп жатыр. Дарвин Нунездің Ливерпульдағы күндері санаулы секілді. Әлемге әйгілі журналист Фабрицио Романоның хабарлауынша, Мерсисайдтық клуб бұл жазда уругвайлық шабуылшыны сатуға ниетті. Нунездің қызылдар сапына ауысуы кезінде үлкен үміт арттырылған болатын. 2022 жылы ол Бенфикадан 85 миллион евроға келген еді. Алайда футболшы APL-ге толық бейімделіп кете алмады. Бұл маусымда да Дарвин өз мүмкіндіктерін жиі мүлт жіберіп, сынға көп ұшырады. Жанкүйерлердің бір бөлігі оны қолдаса, енді бір бөлігі сынның астына алды. Ал клуб басшылығы бұл шешім стратегиялық тұрғыдан маңызды. Қызығы қаңтар айында Нунез Сауд Арабиясының Әл-Наср клубына ауысуға шақ қалған. Келіссөздер қызу жүріп, келісімге қол жеткізуге сәл қалған болатын. Бірақ сол кезде Ливерпуль шабуылшыны маусым ортасында жіберуден бас тартты. Енді жағдай мүлде өзгерген. Клуб Нунезді сатуға дайын. Ал Дарвиннің өзі де жаңа ортада бағын сынауға әзір. Жазғы трансфер айларында шабуылшыға ресми ұсыныстар түсе бастайды. Қазірдің өзінде Сауд Арабиясы мен бірнеше еуропалық клуб уругвайлық форвардты бақылап отыр. Виктор Gyökeres жазда командасын ауыстыруы мүмкін. Швед шабуылшысына қазірдің өзінде Англия премьер лигасы, Серия А және Ла Лига клубтарынан ұсыныс түсіп жатыр.
Ол Европаның бірнеше алпауыт клубтарының басты трансферлік нысанасына айналған. Спортик шабуылшысын жазда сату арқылы қомақты табыс тапқысы келеді. Клуб оны кемі 70-80 миллион еуроға бағалап отыр. Бұл сома шабуылшы үшін рекордтық трансферлердің қатарына енуі мүмкін. Дюкереш осы маусымда Спортинг сапында жарқырай ойнап, голдармен көзге түсіп жүр. Оның тұрақты нәтижелігі мен физикалық дайындық деңгейі көптеген еуропалық клубтардың қызығушылығын тудырған басты себеп. Пеп Гвардиола Педриді Ман Ситиге алдырмақ. Футбол әлемінде тағы бір ірі трансферлік бомба жарылғалы тұр. Манчестер Сити бас бапкері Пеп Гвардиола Барселонаның басты жұлдыздарының бірі Педриді өз командасына қосуды көздеп отыр. Дәл сол Педри. Каталониялық клубтың болашағы. Ойын ойнау мәнерімен көпшілікті тәнті еткен жас талант. Пептің өзі де бірнеше сұхбатында Педридің ойынына риза екенін жасырмаған. Daily Mail мен Фабрицио Романоның деректеріне сүйенсек, бұл трансфер орындалса, Педри APL-дегі ең жоғарғы жалақы алатын ойыншыға атануы мүмкін. Бірақ ең таңғаларлығы Манчестер Сити Педри үшін 240 миллион еуро төлеуге дайын екені айтылуда. Бұл сома оны футбол тарихындағы ең қымбат ойыншылардың қатарына қосады. Неліктен Пеп Педриді қалайды? Гвардиоланың жүйесінде дәл осындай пасқа шебер, алаңды жақсы оқитын, техникалық жағынан мықты жартылай қорғаушы аса қажет. Педри бұл талаптарға толықтай сай келеді. Ал Барса қазіргі уақытта қаржылық тұрғыдан қиын кезеңді бастан кешіріп жатыр. Егер Сити осындай ауқымды ұсыныс жасаса, каталондық клуб бас тарта алмауы мүмкін. Жанкүйерлер екіге бөлінді. Бірі Педридің Барсада қалуын қаласа, енді бірі оның Гвардиоланың қол астында жаңа деңгейге көтерілгенін күтеді. Сіз бұл трансфер туралы не ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарияға қалдырыңыз. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Видео ұнаса лайк басып, комментария жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.